Құрметті әріптестер, ұстаз ұлттық платформасының енгізілуіне байланысты педагогтерді аттестаттау қағидаларына ашықтықты қамтамасыз етуге және педагогтердің кәсіби өсуіне жағдай жасау үшін кейбір өзгерістер енгізіледі. Солардың кейбіреулеріне ғана тоқталып өтейін. Педагог-модератор, педагог-сарапшы біліктілік санатына өту үшін аттестация ұстаз платформасы арқылы жүргізіледі. Ал қалған санаттар үшін дәстүрлі форматта, яғни электрондық үкіметтің веб-порталы арқылы немесе қызметті көрсетушінің кеңсесі арқылы жүзеге асады. Педагогтер тек өз пәндері бойынша 50 сұрақтан тұратын тест тапсырады. Келесі жағдайда аттестациядан өтпей санат алу мүмкіндігі қарастырылған. Айталық, ғылым кандидаты, докторы дәрежесі бар, сонымен қатар білім беру саласындағы уәкілетті органнан, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі біліктілікті арттыру ұйымдарынан кемінде 3 жыл өтілі бар білім беру ұйымдарына ауысқан тұлғаларға педагог-модератор біліктілік санаты беріледі. Кадр резервіне кірген педагогтерге басшының орынбасары лауазымына тағайындау кезінде аттестаттау рәсімінен өтпей, бірінші санатты басшының орынбасары біліктілік санаты беріледі. Өндірістен қол үзіп, жоғары оқу орнынан кейінгі білім алған, мамандық бойынша тағылымдамадан өткен, сондай-ақ әскери қызмет өткерген жағдайларда біліктілік санатын 2 жылдан аспайтын мерзімге сақтау қарастырылып отыр. Ал барлық лауазымдағы педагогтер келесі жағдайда біліктілігін бағалаудан, яғни тестілеуден босатылады. Педагог зерттеуші, педагог шебер біліктілік санатын растаған жағдайда 2 реттен артық емес. Қолданыстағы жүйе бойынша бұрын берілген біліктілік санатын растаған жағдайда 30 және одан да көп жыл педагогикалық өтілі бар. Бірінші жоғары санаттарына ие педагогтер педагог-модератор біліктілік санатына көшу кезінде және 30 және одан да көп жыл педагогикалық өтілі бар.